Ё-моё, күшті ұйықтап алдым. Бай болған күшті ғой. Тіпті ата-анам кәчок бай, керемет. Мен осындай отбасыға туылғаныма қуаныштымын. Ихихи. Айтпақшы, мамам мен папам қайда, осы жерде жатыр еді ғой. Жарайды, онда мен сабағыма барайын. Әйтпесе, сабағымнан кешігіп қаламын, қазір бірінші таңға шығайын. Ё-моё, бізде баспалдақ жоқ, сразу лифт қой. Не деген керемет. Осындай отбасы туылғаныма өте қатты қуаныштымын. Қазір нәрседен көзіме жұмыртқа орайын, походу мамам мен папам жұмысқа кетіп қалған сияқты. Қазір мен сабаққа баруым керекпін. Так, жарайды, онда жұмыртқа жоқ екен. Онда мен хот-дог жей саламын. Міне өйстіп жеп ала салам. Так, ням-ням-ням. Ой, керемет. Так, оба. Так, жеп алдым. Так, мынаны қалдырып қоя салайын өзіме. Қазір сабаққа барған соң жеймін. Так, менің сумкам, мінекей тұр сумкам. Жарайды, онда мен кеттім сабаққа. Так, сабақ аяқталды, мен что-то ұмытып қалдым. Қазір мен онда өзіме велосипедімді алып алайын. Алақай, мен сабаққа барамын ең алғаш рет. Так, сабақ. Аяқта ғой, қателеспесем. Жарайды, ал кеттік. Өкінішті екен папаң мен мамаң жұмыста болғаны. Міне сабақ. Сабақ дегенде мектеп. Так, жарайды, онда мен қазірше сабақ оқимын. Мәссаған, аяқта адамдар билеп жатыр, керемет. Брокхейвен қаласы керемет екен ғой, Так, жарайды, онда мен ары қарата жүгірейін, кешігіп қалмай сабағыма. Оппа. Әлі ешкім келмеген екен, мен походу ерте келіп алған сияқтымын. Едеге мен жаңа оқушысың ғой. Так, мына рюкзагымды қоя салайын. Ал енді күтейін сабақ басталғанын. Міне балалар да келді. Апай да келді. Так, балалар. Так, сабақтарыңды ашыңдар. Бүгін біздер математика болады. Яғни жаңа оқушы келді, достар. Достар дегенде балалар, ол математиктан жақсы екен. Кел, балақай, сен таныстырып жіберейін. Или сол жерде отыра берші. Бұл балақайдың аты Нұрахмет екен. Сондықтан да танысып алыңдар өздерің. Таныстырмай ақ қойсам да болатын сияқты. Давайте біз тезірек нені жаза берейік. Так, былай. Оппа. Так, жаза беріңдер өздерің. Мен мына жақтан есеп шығара беремін, сендерге көрсетемін содан кейін. Давай, жаза беріңдер. Ё-моё, математикада өтті әйтеуір деген. Так, мен хот-догымды жеп алайын. Так, жеп алдым. Так, тағы да қалдырып қоя салайын. Не мынау? Хот-дог тағы шықты ма не? Керемет. Так, жарайды. Қалдырып қоя салайын бұнда. Так, менің шкабым қаяқта өзім, ма? Менің шкабым. Так, жарайды. Оппана, қоңырау соқты, походу сабақ басталған сияқты қайттан барайын. Походу қателеспесем, қазақ тілі сияқты, онда мен қазақ тілінен қазір кітаптарымды алып дайындала берейін. Так, оқушылар, қазір бізде қазақ тілі. Қане, кітаптарыңды ашыңдар. Жаңадан оқушы келіпті ғой, керемет. Так, мен хот-догымды жеп алайын. Болды. Так, давайте. Балалар, сабақтарыңды оқыңдар, жаттауларын жаттап келдіңдер ма? Ана жаңадан келген оқушыға да айтып қойыңдар. Онда ертең айтып келесіңдер. Сабақта бітті. Енді қазір мен велосипедімді алып алып, енді үйге қайтайын, ал кеттім ал. Как раз үйім сабаққа жақын екен ғой. Несіне онда айналып келе жатырмын мен. Жақсы болды, балдармен де танысып алдым, бірақ арасынан күшті бір қызды тауып алған болатынмын. Походу маған сын қалды. Ертең онда оған шоколад әкеліп беремін. Жарайды. Шоколад деген айтты, мен шоколад бар ма үйде? Мама, папа, қайдасыңдар? Келмейсіңдер ме әлі? Жарайды, сағат қанша болды? Сағат 12 болыпты ғой. Жарайды, онда мен үй жұмысымды бітіріп тастайын. Содан кейін барып ары қарата ұйықтасам ба деп жатырмын, өйткені шаршап қалдым. Так, мама әлі келмей жатыр. Мынау менің кішкентай кезім ғой. Ё-моё, қай заман деймді. Так, онда мен мына қарата ұйықтайын, ал кеттім. Так, бүйтіп жамылып ала салайын. Ё-моё, күшті болдым. Так, оппа. Әйтеуір дегенде үйге келдім ау. Так, мына жерге машинамды қоя салайын. Хоппа. Хоп. Былай барды машинамды қояйын. Артқа жүрейін кішкене. Енді осылай қойсам болды. Так, мына есікті ашпай қояйын. Жарайды, осы жерде тұра берсін. Так, менің балам келді ме екен үйге? Что-то сабақ біткен сияқты ғой.
қателеспесем. Так, жарайды, мен онда үйге кіріп баламды іздейін. Ей бала, қайдасың? Кіз деп қойсаң да арасында опа, лифт походу үстіде тұрғанға қарағанда балам үйде сияқты. Так, қайтадан бас үстіге. Ей бала, қайдасың? Кіз. О, мынау соның кішкентай кезі ғой. Сол қанша жыл болды екен осыны іліп қойған ба? Так, балам. Мына іште жатыр екенсің ғой. Жарайды, сонда ұйықтай бер. Ұйықтап жатыр екен ғой. Сабақтан бес алып келатқан шығар. Так, жарайды, онда мен астыға түсіп тамақ ішіп алайын, әйтпесе қарным ашып кетті. Так, мамасы қаяқта? Айтпақшы, тренировка істеу керек маған. Бірінші тамақ ішпей тұрып тренировка істеп алайын. Қазір онда мен мына жерге отырып алып тренировка істей беремін. Опа. Мә, жақсы болыпты қыз, качалканы алып. Осы мама әйеліміз екеуміз осыны үнемі не істейтін едік. Так, опа. Так, болды, осыда жетеді. Так, енді айтпақшы, мынаны қоюды ұмытып кеттім ғой, ойбай. Так, кішкене бүйтіп опа деп алайық. Так, мына жерге қойып қояйын. Все, болды, қойып қойдым. Так, енді тамақ ішіп алсам ба деп жатырмын. Қазір мен мына жерден тамақ алайын. Так, бірінші қолымды жуып ала салайын. И все, болды. Енді қазір тамағым. Міне тамағым да дайын болды. Стейк жеп алмасам, әйтпесе қарным ашып кетті. Так, қойып қояйын мына жерге. Опа, так, осыны алайын. Так, жеймін қазір осыны. Міне. Так, жедім. Все, болды, қарным тойды. Так, опа, мына жеп тастайын до конца. Енді ұйықтап алсам ба деп жатырмын. Жарайды, онда әйелімді кейін күтемін. Ұйықтап алайықшы. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де осы видео сіздерге қатты ұнаған болса, келесі бөлімде тағы да осындай оқиға түсіретін боламын. Сіздермен болғанмен рахмет. Сау болыңыздар.